Бұл адам өзінің кім екенін 14 жыл бойы есіне түсіре алмаған. Бұл Джим, оның жасы 50-де және Нью-Йоркта почтальон болып жұмыс істейді. Джимнің бір проблемасы бар, ол кішкене ебедейсіз. Негізі жап-жақсы деуге болады. Ол жүрген жерінде құлай береді. Әдейі емес шығар, бірақ 71-ші жылы ол қоқыс шығаруға шығып, тайып құлап басынан жарақат алады. Келесі күні көлікте келе жатып түшкірем деп столбыға соғылады. Тағы бір күні жұмысқа барғанда алдындағы соққыларының әсерінен бе басы айналып тағы құлайды. Бірде көлікпен келе жатып рөлге ие бола алмай тағы да соғылады. Бірақ бұл жолы ол есінен танып қалады. Оны жедел жәрдем ауруханаға алып келіп, ол 3 күн сонда болады. Бұл аз болғандай, бірнеше аптадан кейін оның өміріндегі ең жаман күн күтіп тұрады. Бұл күн оның өмірін түбегейлі өзгертеді. Басында барлығы қарапайым күн сияқты басталады. Ол өз машинасын соғып бітіргеннен кейін аэропортқа барып қайтуға досының универсалын алады. Жолда келе жатқанда оның портмонесі астыға түсіп қалады. Бірнеше сағаттан кейін ол машинадағы заты туралы білмей досына кілтті береді. Досы үйге жеткізіп тастайын дегенде жоқ, өзім бара берем, әуре болма дейді. Себебі оның үйіне дейін 15 минуттық жол болатын. Сөйтіп жолда келе жатып оның басы ауыра бастайды. Біраз уақыттан кейін ауру күшейіп, ол орнынан тұра алмай қалады. Енді бұл жерде мына әйел туралы айтып кетейік. Бұл Анна, ол Джимнің әйелі. Ол сол күні үйінде жолдасын күтіп отырады. Сағат түнгі 2 болды. Джим жоқ. Естеріңізде болса, үйдің арасы 15 минуттық жер болатын. Сөйтіп Анна полицияға хабарласып, Джимнің жоғалғанын айтады. Келесі күн олар барлық көшелерді қарап, туыстары мен моргтардан іздей бастайды. Бірақ ешқандай нәтиже жоқ. Джимді ұрлап кетті ме, әлде оны өлтіріп кетті ме, ешкім білмейді. Арада бірнеше жыл өтеді. Анна күн көру үшін бірнеше жұмыста қатарынан жұмыс істеп жүреді. Бірақ ол ешқайда көшпей, үйдің телефон номерін да ауыстырмай күтіп жүреді. Кім біледі, егер кеп қалса таба алмай қалады ма. Сөйтіп тағы да біраз уақыт өткеннен кейін амалсыз ол жолдасын өлі деп жариялайды. Бірақ біз Джимнің ебедейсіз екенін жақсы білеміз. Аптасына бірнеше рет құлайтын естеріңізде шығар. Енді сол күні түнде не болғанына келейік. Джим үйіне келе жатады. Оның басы ауыра бастайды және көзін қараңғы басып, бум, ол есіне танып қалады. Есін жиып, ол өз қаласынан Нью-Йоркқа баратын поездқа отырады. Ол жерден тағы бір поездқа отырып Пенсильванияға тартады. Бұл уақытта ол есін білмейді және басқа қалаға қалай кетіп қалғанын да түсінбейді. Бөтен қалада ол не атын, не қай жерден келгенін білмейді. Жалпы өткен өмірі туралы мүлдем есінде жоқ. Оның есінде тек аты Джим екені ғана. Қалтасында қарай салатын құжаттары да жоқ. Өйткені ол портмонесін естеріңізде болса машинада түсіріп алған болатын. Ол полицияға да, ауруханаға да бармай, әлеуметтік көмек көрсету орталығына барады. Мүмкін жаңа өмір бастағысы келді ме, белгісіз. Сөйтіп ол өтірік атпен барып көмек көрсету картасын алады. ақш-та ол куәлік ретінде қолданыла береді. Яғни картамен жұмысқа да тұра беруге болады. Негізі оған туу туралы куәлік керек, бірақ 70-ші жылдары бәрібір болған сияқты. Сөйтіп ол жергілікті кафеға аспаз болып тұрады. Шіркеуге барып жүреді және жаңа достар да тауып алады. Жаңа жылға қарай ол Санта болып киініп, балалар үйіне де барып жүрген. Жалпы қалыпты өмірмен өмір сүргісі келген шығар мүмкін. Джимнің жоғалғанына 14 жыл болады. Оның жасы 64-ке келген және әлі де басқа қалада өмір сүріп жатыр. Сөйтіп алғыс айту күні келеді және бұл күн оның өмірін тағы да түбегейлі өзгертетін болады. Сол күні ол досының үйінде отырып телек көріп отырады және болып жатқан кинода почтальонды көрсетеді. Және бум, бұл Джимді басынан кірпішпен ұрғандай болады. Ол тұрып, тұра тұр, мен бұрын почтальон болған сияқтымын дейді. Оған кішкентай кезіндегі естеліктер жайлап келе бастайды. Бірақ ол нақты сенімді емес. Джим жаңа өмір бастағанымен кейбір заттар ешқашан өзгермейді. Ол сол бұрынғыдай ебедейсіз. Бір айдан кейін Джим келе жатып сүрініп жерге басымен құлайды. Жұмыста жүріп ол ыдыспен де бірге құлайды. Сөйтіп ол құлап басының настройкасын орнына қайтарып алады. Келесі күні таңертең оянғанда бум, оның барлық естеліктері қайтып келеді. Оның қай жерде тұратыны, толық аты және әйелі Анна есіне түседі. Ол бірден Нью-Йоркқа тартады. Қалаға келіп, әйелі көшіп кетпеген шығар деген үмітпен өзінің тұрған үйіне барады. Джим есікке жақындап қоңырауды басқанда есікті әйелі Анна ашады. Осы уақытқа дейін ол Джим қайтып келеді деген үмітпен күтіп жүрген және Анна жап-жақсы шокта болып қалады. 14 жылдан кейін ол әйтеуір үйіне жетіп, әйелімен қосылады. Менің бүгінгі айтарым осы. Қызықты оқиғаларды өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.